Ассалаумағалейкум баршаға. Өткенде жаңа Land Cruiser'ге мини шолу жасадық. Уақыт аз болғандықтан тақырып ашылмады, модельді дұрыстап көрсете алмадық. Енді беймарал түсіріп, сынақтан өткізуге мүмкіндік бар. Алдарыңызда әкімдер мен зам әкімдердің арманы Land Cruiser 300! Ой, бұл деген айтулы оқиға. Крузак жиі жаңармайтынын білесіздер. 2007 жылы шыққан 200-дік 2 рет рестайлингті бастан кешкен. Land Cruiser 400 қашан шығатынын дәл табатын көрерменге призм бар. Варианттарды жаза беріңіздер. Жаңа крузак түбегейлі өзгерген жоқ. Рамалы конструкциясы қалды. Өткенде айтқанымдай, кейбір шанақтық панельдері алюминийден жасалған. Раманы әзірлеу кезінде қолданылған жаңа технология массаны 200 келіге жеңілдетті, бірақ жалпы масса ұлғайған. Кезінде 2580 еді, қазір 2850. 20-шы әдемі дисклері 5 емес 6 болтпен қатырылады. Жаңа крузакта бампер, радиатор торының формасы өзгерді. Максималкада оптикасы толықтай жарық диодты және матрицалы. Айтпақшы, бұрылу көрсеткіштері жүгермек, Lexus-тікі сияқты. Мынандай жазу 10 жылда бір пайда болады. 70 жыл anniversary. Жаттап алайық, бұл қазіргі таңдағы ең өтімді тауар. Крузактардың комплектацияларын Колеса KZ мобильді қосымшасынан қарап бақылауға болады. Жүктеңіздер, қолданыңыздар. Жаңа авто айдары сіздерге арналған. Кейбіреулер арт жағынан жаңа модельді Nissan Patrolға ұқсатады, кейбіреулер Jeep Grand Cherokеге. Меніңше тоңазытқыш сияқты. Менде тура осындай сұр Beko компаниясының тоңазытқышы өте жақсы жұмыс істейді. Жүк салғышы электро жетекті, бұрынғыдай екіге бөлініп емес, тұтастай ашылады. Сыйымдылығы 1001 бәле литр. Бітіп жатасың. Орын жетеді. Бізде 2 қатарлы модификация, келесі жылы 3 қатарлы Land Cruiser Қазақстанға жетеді. 220-лық резеткіні көріп тұрмын. TLC-дің биіктігі 5 сантиметрге қысқарды, шатыры жеңіл материалдан жасалған, ауырлық центрі төмендеді. Яғни қалада күшті жүреді деген сөз. Қаладан шықпайды ғой бұл машина, иелерін танимға ар кетсе, жылына 2 рет отбасымен пикникке бару мүмкін. Болды. Жаңа крузакқа мінгендегі алғашқы сезімді жеткізіп көрейін. Комфорт артты, сөзсіз. Тіпті LX-тің деңгейіне жақындап қалды. Сонда Lexus планканы бұдан да жоғары көтермекші ғой. Қасында Panamera кетіп бар жатса да, көшедегі адамдар Porsche-ге емес, жаңа крузакқа қызықтап қарайды. Бұған мінген адамның қалтасы ғана емес, беті де қалыңдайды. Өйткені көлік жоян. Бүгінгі шолу барысында автокөліктің біраз минустарын айтам, алайда крузак сатып алам деушілерді бұл тоқтатпайды. Қараңыздар, бампер қалай жасалған. Ойнап тұр. Түсінем, бұл қауіпсіздік үшін, бірақ енді осындай жұмсақ болу керек қой бампер деген. Сосын интеркулерге тиген тас оны аямайды. Дилер сізге мынаны жабу үшін сетка ұсынуы мүмкін. Әрине қосымша ақшаға, оларға тыйым жасау керек қой. Алюминийден жасалған капоты биттің қабығындай ойнап тұр. Дөңгелектің бұрылу бағытына қарай мына қиғаш орналасқан шамдары іске қосылатын болды. Бұл Toyotаның жаңа фишкасы, ал тұманға қарсы шамдары толықтай диодты. Болды, V8-ді ұмытамыз. Мотор гаммасында 4 литрлі атмосфералы қозғалтқыш және 3,5 литрлі твин турбо. Қуаты 415 ат күші, жоғары айналымдағы моменті 650 ньютон-метр. Мотор мен трансмиссия жүргізушіге жақынырақ орнатылғандықтан жаңа крузак тұмсығымен бүйтіп жер сүзбейді баяғыдай. Жалпы 3,5 литрлі твин турбо 2017 жылдан бастап Lexus LS 500-ге қойылып жатыр. Бұның цилиндрлер блогы алюминийден жасалған, яғни ресурсы күмәнді. 300 мың жүрсе жаман емес. Қарап тұрсаң, құрылымы қарапайым. Гидрокүшейткіш сұйықтығының қоймасы мінекей. Суыту сұйықтығының бачоктар екіге бөлінген. Мынау мотордікі, мынау интеркулердікі. Ауа сүзгіштері екі жақтан қойылған. Кішкентай ғана. Тіпті май стикін қалдырыпты, классикалық. Қараңыздар. Көптеген көліктерде қазір электронды ғой. 3,5 литрлі V35A FTS турбо моторы өте қарқынды, күрделі, пайдалы әсер коэффициенті жоғары, бірақ майға талғампаз келеді. Сенбесеңіздер, Lexus LS 500-дің капотын ашып қараңыздар, 0V20 ғана құю керек деп жазылған.
Майды 5000-да бір рет ауыстырған жөн, ләж болса 3000-да бір рет. Өйткені көліктің мото сағаты бар ғой. Әшейін от алып тұрғанда кондиционермен көлікте демалып отқанда да қозғалтқыш жұмыс істеп жатады. Баяғыда мультитеррейн селект тек қана L4 режимімен қатарласа жұмыс істейтін, қазір H4-ті де жатырқамайды. Бұл өте ыңғайлы, өйткені артық әрекетсіз жүргізуші өзіне керекті режимді таңдай алады. Режимнің саны 5 қазір. Лай, құм, балшық, оған терең қар мен авто режимі қосылды. Авто өте ыңғайлы, өйткені бағдарлама жол бедеріне өзі бейімделеді. Тұнық капот функциясы арнайы батырманың көмегімен қосылатын, қазір автоматты түрде трансляциялайды. Дұрыс шешім деп ойлаймын. Графикасы әрине кәрістерге немесе немістердің деңгейіне жетпейді, дегенмен Toyota үлкен адым жасады. 30-40 градусқа өрмелеп шыққанда капот ұзын болғандықтан алда не тұрғанын, не бар екенін көрмейсің. Бұл кезде камера көмекші. Терең қар деген режимнің қосылғаны қуантады. Астана, Петропавл, Өскемен, Семейдің жігіттері лайк басады деп ойлаймын. Ал ірі тастар деген режим қайда? Жоғалып кетіпті ғой. Таяуда Land Cruiser Pradoға шолу жасағанда соны жиі қосып едік, мынаған жетіспей тұр. 70 автокөлік тұсаукесерге дейін иесін тапты. Менің білуімше Қазақстанға 800 машинадан артық келмейді. Ал кезекке тұрғандар саны 1000 менеджерлер 2022 жылға тапсырыс қабылдай бастады. 800 машина деген не ол? Ұлан ғайыр Қазақстанға. Кезінде ай сайын 400 Land Cruiser сатылатын, былтырдың өзінде ескі 200-діктің 900 данасы сатылды. Шақтар толпасқа, неге ағайындар өтпеттім деп асқар. Бірақ бұл жігіттің армандары асқар, төбеңде тұр тәуелсіздігінің аспаны. Land Cruiser'ді барлығымыз не үшін жақсы көреміз? Әрине, оффроудтағы потенциалы мен мүмкіндіктері үшін. Бұрынғы функциялар қалып қана қоймай жетілдірілді. Солардың бірі крал контрол. Оны қосу үшін автомат интрегін N-ге салып L4 режимін таңдаймыз. D-ға ауыстырған соң крал түймесін басамыз. Жылдамдықтың 5 деңгейі бар. Сіздерге білінбейтін шығар, алдымызда кәдімгідей қауіпті кедергі. Қыры 25-30 градустық тау. Шығып көреміз ба? Кеттік. Крал контрол қосылы болғанда сіз акселерацияны ойламайсыз. Басты міндетіңіз рөлді дұрыс ұстап, векторды таңдау. Бұл круиз контроль сияқты, бірақ оффроуд үшін. Мінекей аяқты газ педалінен алып тастадым. Негізінде крал контрол жоғарға өрмелеу үшін емес, жоғардан төмен бір қалыпты жылдамдықпен түсу үшін арналған. Баяғыда Toyotаның бұл системасы ғық деген түсініксіз, қорқынышты дыбыстармен қатар жұмыс істейтін, қазір тып-тыныш. Жапондар клиент не қалайды, не жақсы көреді, соның бәрін қалдырды. Біріншіден клиренсі бұрынғыдай 23 см. Раманы алып тастамай керісінше жетілдірілді. Қазір ол берік, жеңіл материалдардан жасалған. Өкініштісі, жұмсақтық беріп комфорт тартыратын пневматикалы аспасы баз кешті. Land Cruiser'ге серіппе мен амортизатор қойылады. Модификациясына қарай КДС стабилизаторы адаптивті болуы мүмкін. Салон кең, бірақ ұсақ түйек заттарға орын аз. Алдымен материалдардан бастасақ. Бәрі жұмсақ, сапалы. Бұл Toyota ғой. Мультируль ұстағанға ыңғайлы. Төменгі жақтағы мына ағашқа ұқсас пластик элемент бұлыңғыр, яғни сызылмайды. Консольда да тура солай, есіктің картында да бар. QI стандарт бойынша сымсыз қуаттау жүйесі жақсы орналасқан.
Бірақ содан басқа телефон қоятын жер жоқ. Міне басты проблема. Жаңа мультимедиа кешені Apple CarPlay мен Android Autoны қолдайды, бірақ өкініштісі 12,3 дюймдық монитор тек қана жоғары комплектацияда. Төменгісінде 7 дюймдық түржемен дисплей. Өткенде push-старттағы сканерге 7 адамның саусағын енгізуге болады деп едім, кейбіреулер ойбай қателестің деп қырылып қала жаздады. Сөйтіп, бұл мәселе маған тыныштық бермеді. TLC-дің нұсқаулығын ашып, 173 бетті қарап едім. 4 тұрақты адамның және 1 қонақтың саусағынан дерек сақтауға болады деп жазылыпты. Яғни 5 адамның саусақ ізі енгізіледі. Кешіріңіздер, қателесіппін. Фокус группа жүргізген сауалнаманың нәтижесінде осындай саймандар панелі қойылды. Толықтай цифрлы емес. Яғни TLC-дің жүргізушілері дауыс берген. Жоқ, бізге толықтай электронды саймандар панелі керек емес, мынандай комбинацияланғанын жасап берсеңдер болды деген. Сөйтіп, Toyota ортаға 7 дюймдік ақпарат тақтайшасын қойған, екі шеттегі тахометр мен спидометр аналогтық. Ортадағы дисплей жолақта ұстау, аралық бақылау, қауіпті ескерту сияқты қауіпсіздік системаларының жұмысын жақсы көрсетеді. Орталық консольда 2 стақан қойғыш, оның өзі мультифункционалды, тереңдігі өзгереді. Электронды тежеуіш, автохолд батырмасы, H4, L4-ке жауапты интрек туралы айттым. Орталық дифті бұғаттау батырмасы мына автомат селекторының жанында, және бұрылу градусын азайтуға жауапты түймені қасына қойыпты жапондар. Ең керекті батырмалар жүргізушіге жақын орналасқан. Drive Mode-тың көмегімен жүріс режимін таңдай аламыз. MTS-ті басқанда оффроудтық функциялары жүргізушіге қол жетімді. DAC және Crawl оның жанында. USB порттар мына көзге көрінбейтін жасырын бөлімшеде. Біреу Type A, біреу Type C. Арттағы жолаушыларға 2 Type C ойластырылған. Енді қараңыздар. Мынау шынтақ тіреуіш. Бұл жерге 2 емес 3 қол сияды. Ашылуы бір қызық. Сол жақтан жүргізуші ашылады, оң жақтан жолаушы ашылады. Және арттағы жолаушылар мына батырманы басу арқылы өзіне керекті сусынды суытылатын бокстан алынады. Қандай керемет, Жаңа Land Cruiser'дің алғашқы суреттерін жапон сайттарынан көргенде деген не бәлем мынау деп. Өмірде басқаша екен. Әп-әдемі. Жалпы пропорциялар сақталған, андай бір еркекше ғой, түріше, әдемі. Мына шеткі хром детальдары жалпы картинаны толықтырып тұр. Соңғы трендке сай аркаларының доғал бұрыштары пайда болды, бұрынғыдай дөңес емес. Екі 2021 жылы кім CD дискпен әуен тыңдайды? Айтыңыздаршы. Мына жерде қанша орынды жеп қойды. Телефон қоятын орын жоқ қой мына жақта. Әркім бұл машинаға отырған кезде өз телефон консольға қойғысы келеді. Сол кезде тартше мен тұр ғой дейсің. Қатты қажет па мына жерге орналастырсай Toyota. Батырмалары ірі жасалған. Түсінем неге екен. Егер ірі қылмасаң, мына жерде бос орын көп қалады. Сондықтан мультирульда музыканың дауысын азайту батырмасы бар, және ортада да тура сондай түймелер. 4 аймақтық климат контроль, әркім өзіне керек температурасын климат контрольдің көмегімен тұрақты қылып қоя алады. Орындық жылтудан бөлек вентиляциясы бар екен, рөлді жылту, алдыңғы артқы терезені жылту және алдыңғы терезедегі сыртқы аймағын жылту функциясына жауапты түймені көзім шалды. Мынау жаңа Toyota Land Cruiser'дің кілті. Меніңше бағасы 40 миллионнан асатын көлікте машина туралы қашықтан ақпарат беретін кішігірім дисплей болу керек. Қалай ойлайсыздар? Мультимедиа кешенінің графикасы өзгерген жоқ, бірақ тұнықтығы жақсарған. Виджеттер қосылды, сенің Huawei-іңдегі сияқты. Орындығы 10 бағытта реттеледі. Және жады бар, 3 позицияны сақтауға болады. Ауди системаның 14 динамигі бар, және бір сабвуфер артта жатыр. Рөлі реттеледі, электрлі. Шеткі виджеттің бірінші парақшасы климаға жауапты, екіншісі орындықты жылту, суыту жүйелермен байланысты, үшіншісі контентке апарады, төртіншісі трип туралы ақпарат береді, ал бесіншісі, бұл бір қызық, өзім таңғалдым, акселерация мен тежеуіштің деңгейін көрсетеді. Қараңыздар, шкаласы бар.
Артқы қатарда отыру меніңше ыңғайсыздау. Биік отырасың, аяқ жоғарыда. Консольдің жолаушыларға арналған артқы жағында неше түрлі батырмалар бар, қызыл көк боп жанып тұр. Орындықты жылыту және вентиляция. Климат контрольдің көмегімен керек температураны таңдай аламыз. Жарайды, оны қоя берші. 2 USB порт, құлақ қапқа арналған кішкентай ұяшық және HDMI. Не, кино көресің бе мына жерде отырып? Монитор бар екен ғой. 2021 жылы мынандай монитор керек емес деп санаймын, өйткені әркімнің жеке смартфоны бар, керек нәрсені YouTube-тан қосып алады. Көбісі білет, тежеуіш Land Cruiser'дің осал тұсы. Жаңарған модель қалай тоқтайды екен? Тексерейік. 10 сатылы автоматпен жүктасатын 3,5 литрлі турбо мотордың қарқыны сұмдық. Қараңыздар. Динамикасы 100-ге дейін 6-7 секунд. Ал бастық. Тамаша. Қауіпсіздік системалары жақсы жұмыс істейді. Алдағы көлік тоқтай бастаса, ал біздің жылдамдық жоғары болса, тоқта деп белгі беріп жатыр, көрдіңіздер. Және поворотникті қоспай солға көлікті бағыттасам, вибрация береді рөлге. Өте ақылды, пайдалы жүйе, бірақ біздің халық safety sense-ті онша ұнатпайды, өйткені бағасы қымбат. Аспасы жұмсақ, бірақ көліктің өзі ұшқалақ, қатты секең дейді. Панорамалы шатыр жоқ, оның орнына электрожетексіз люк. Тура Toyota Carina енік сияқты. 7 комплектацияда ұсынылатын Land Cruiser'дің кез келгенінде толық жетек бар, бірақ трансмиссиялары әртүрлі. 35 миллион теңге тұратын төменгі жиынтығында осьаралық дифференциалды бұғаттау ғана бар. Prestige комплектациясында артқы дөңгелек аралық дифті бұғаттау қосылады. Егер мерейтойлық Prestige комплектациясын сатып алсаңыз, алдыңғы осьаралық және артқы дөңгелек аралық дифті бұғаттау тіпті 2 DSS системасы бар. Топ комплектацияда бұл жоқ, неге екенін түсіндірейін. Максималкада 20 дюймдық дисклер, бұда осьаралық дифференциалды бұғаттау және артқы LSD. Жалпы Toyota комплектацияларды нақты бөліп тастаған. Қалалық байларға етегі жерге тиетін бампермен 20 дюймдық дисклер, ал Yaris оффроуд құмарларға барлық дифференциалдары бұғатталатын, лаймен қардан, құмдан қорықпайтын JR Sport арналады. Жаңа қозғалтқыш өте үнемді. Бір UR-FE мен салыстырғанда арасы жер мен көктей. Ана 18-19 тіпті 20 литр жейтін қалады. Мынаның көрсеткіші 10-11. Паспорты 9,5 деп тұр. Достар, осымен тәмәм. Видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылыңыздар, пікір күтем. Келесте көріскенше аман сау болайық.